Соңғы кезде таксимен жүрудің өзі қауіпті болып барады, әсіресе қыз балалары мен әйел адамдар үшін алаңдаушылық басым. Оларға такси жүргізушілері жиі тиісетінді шығарды. Бұған бір тоқтау бола ма? Такси қызметін ұсынатын компания өкілдері тәртіпті қатаңдатып жатқанын айтады, бірақ сарапшылар бұл аз деп отыр. Жүргізуші мен жолаушы арасында барынша байланыс болмауы шарт деп есептейді. Сонда қалай? Тілшіміз Инара Барсақбаева мамандардың пікірін білді. InDrive қосымшасы арқылы қызмет көрсеткен такси жүргізушісінің бұл азғындық әрекеті көпшіліктің жағасын ұстатты. Ер адам көлік жүргізіп келе жатып, артқы орындықта отырған 19 жастағы қызбен оның анасының көзінше әуретті жерін уқалаған. Тіпті қыздың аяғына қол жүгіртпек болған. Бойжеткен бәрін камераға түсіріп үлгерген. Кейін көліктен шығып дереу полицияға арыз беріпті. Күдікті 15 тәулікке қамалды. Оның әйелі мен баласы бар болып шықты. Такси жүргізушісі тарапынан ұятсыз әрекет болды. Мен әрең құтылып, көліктен шығып кетіп қалдым. Такие случаи были, что подкатывали. Такси жүргізушісі өзін оғаш ұстай бастады, орынсыз сұрақтар қойды. Менің нөмірімді сұрап, өте сұлусыз, сізді алып қашуға бола ма деп тиісе бастады. Комфорт шақырғанның өзінде де осындай жағымсыз жағдайлар болды. Он начал приставать, дверь закрыл. Көліктің есігін жауып шығуға мүмкіндік бермеді, маған тиісе бастады. Мені жібермеді. Қатты айғайлай бастағаннан кейін ғана босатты. Әйтеуір аман қалдым. Міне, такси жүргізушілеріне шағым көп, бірақ көбі полицияға арызданбайды, тіпті ашық айтуға дарыланады. Заңгерлердің айтуынша, мұндай жағдайға қатысты заңнамада жеке бап қарастырылмаған. Көп жағдайда ұсақ бұзақылық немесе қоғамдық орындарда тиісу бабы бойынша жауапкершілік бар. Кей кезде жәбірленуші кінәлі болып қалуы да мүмкін. Мәселен, жақында Астанада осындай жағдайға тап болған қыз балаға тәртіп сақшылары қысқа киім кимеуге кеңес берген. Отыскать и установить личность водителя. Такси жүргізушісін тауып анықтау қиын емес, дегенмен құқықтық жағдайға баға беру үшін мұны жедел орындау маңызды. Мән-жайды объективті бағалау керек. Әр дерек жеке тексеріледі. Әрине, жыныстық қысымға ұшыраған жағдайда өтініш жазу керек. Қылмыскер жазасыз қалмауы қажет. Астанадағы InDrive жүргізушісімен болған жанжалдан кейін такси қызметтері қатаң шаралар қабылдауды қолға алды. Компания басшысының сөзіне сенсек, енді көлік ішінде жолаушылармен танысуға да тыйым салынбақшы. Ал сарапшы Арсен Шакуов такси қызметі мемлекеттік бақылауында болу керек деп санайды. Мы, конечно, за развитие частного, да, бизнеса. Біз әрине жеке бизнесті дамытуға мүдделіміз. Бірақ егер аталған сектор азаматтардың денсаулығына зиян тигізетін болса, бұл мәселені әкімшілік тұрғыдан шешкен дұрыс. Батыс елдерінде таксилерге шыныдан перде орнатылған. Бұл жүргізуші мен жолаушы қауіпсіздігі үшін қажет. Бізге де осы тәжірибені негізге алған жөн. Қалай болған күнде де көпшілікке қызмет